жанардағы отыңыз сөнбесін. Осыдан біраз жыл бұрын ақш университеттерінің бірінде студенттерін бітіру кешіне белгілі бизнесменді сөз сөйлеу үшін шақырған. Сонда кездесуге 2 сағат кешігіп келген бизнесмен мінберге шығып, сөз сөйлеудің орнына 3 минуттық сөз айтып, шығып кетіп қалған екен. Ұйымдастырушылар мұндай жағдайдың не себепті орын алғанын түсінбей қалады. Бірнеше сағат бойы бітіруші түлектерге өзінің кеңестерін, ақылын айтады деп ойлаған олар, шын мәнінде абдырап қалған. Сондағы бизнесменнің айтқан сөздері мынадай болған. Сендер, түлектер, бүгін университет бітіріп қолдарыңа диплом алып жатырсыңдар. Сендер үшін барлығы тамаша. Әрқайсыңның әке-шешелерің алып берген көліктерің бар, дайын тұрған жұмыстарың бар, еш уайымдарың жоқ. Бірақ мен сендерге шындықты айтқым келеді. Бұл жұмыс арқылы сендер бар болғаны жылына $100,000 табуларың мүмкін. Ал мен үшін бұл ақша түк емес. Мен бизнесменмін. Бүгін сендерге қарап, ешбіріңнің көздерінен жанып тұрған отты көріп тұрған жоқпын. Ал жанардағы отсыз сендер ешкім емессіңдер деп кетіп қалған екен. Бірнеше жыл өтіп, бұл жағдай ұмытылған соң, әлгі университет басшылығы зерттеу жүргізіп көрмек болады. Университетті бітірген студенттердің қай легінің әлеуметтік жағдайы жоғары екенін салыстырмақшы болған. Нәтижесінде бітіру кешінде сөз сөйлеген студенттер ерекше өсім көрсеткен. Олардың мұндай көрсеткішке жетудегі себебін анықтау қиынға түседі. Осы уақыт аралығында ешқандай мұғалімдер мен ұстаздар ауыспағанын, университет жүйесінде ешбір өзгерістер болмағанын ескере отырып, сол жылы сөз сөйлеген әлгі бизнесменді еске алады. Сонда университет басшылығы шақырылған бизнесменнің 3 минуттық сөзі аталған студенттерге жақсы әсер еткенін түсінген. Сонда әлгі бизнесмен соншалықты не айтты дейсіз ғой? Ол студенттердің жанарында от жақты. Жетістікке жету үшін көкірек пен жанардағы оттың болуының қаншалықты маңызды екенін дәлелдеді. Шын мәнінде жетістікке жетіп, мотивацияны жоғалтпау үшін жанардағы отты жаға білу керек және оны сөндіріп алмау қажет. Сонымен достар, бұл видео өз мәресіне жетті. Егер видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып, астыға комментарийге бұл оқиға жайлы өзіңіздің пікіріңізді жазып кетсеңіз болады. Бұл видеоны барлық WhatsApp группаларға, Instagram парақшаларға таратыңыз. Сол арқылы сіз менің YouTube арнамның дамуына бірден-бір себепкер боласыз. Алтын уақыттарыңызды бөліп, бұл видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Бека Төле YouTube арнасына тіркеліңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.